Марк Мэнсон «Бәріне қолыңды бір сілте» немесе өміріңді жеңілдету өнері. Бірінші бөлім, тіпті әуреленбе. Чарльз Буковский маскүнем, нәпсі құмар, дөрекі, ашкөз, жалқау, құмар ойынға тәуелді адамдардың бірі еді. Байқап отырғандарындай ол барлық жағымсыз әдетті бойына жинаған жан. Егер біреуден ақыл кеңес сұрағыңыз келсе, әрине ол жер бетіндегі сіз жүгінетін соңғы адам болары анық. Немесе сіз тіпті оның бей-берекет өмірін жұртқа кеңес беретін кітаптарға мысал ретінде келтіріп, кейіпкер қылып алуға лайықты ең азғындалған адам деп ойлауыңыз мүмкін. Міне сол себепті де бәрін осыдан бастайық. Негізі, Буковский жазушы болғысы келген. Алайда ондаған жыл бойы оның шығармасын бірде-бір ақпарат құралдары, газет, журнал, агенттіктер мен баспагерлер қабылдамай кері қайтарып отырды. Баспағаны былай тұрсын, тіпті оның жұмысын түкке тұрғысыз деп есептеп, мүлде іске асырғысыз қылып тастады. Шалағай жазылған көркемдіктен жұрдай сұмдық азғындыққа толы деген пікірлер айтты. Сонымен қоғамда өзін қабылдағысы келмейтіндер көбейген сайын, ол сәтсіздіктеріне күшейіп, ішкілікке салынды. Өкінішке қарай ғұмырының біраз бөлігін солай өткізді. Буковский пошта бөлімінде хат тасушы болып жұмыс істеді. Онсыз да мардымсыз еңбекақысының біраз бөлігін ішкілікке жұмсап, қалғанын ат бәйгесіне ұтысқа тігіп, ипподромда ұтқызды. Түні бойы жалғыз отырып, арақ ішіп, кейде тозығы жеткен жазу машинкасымен өлеңдерін теретін. Түнімен ішкендіктен әбден мас болып, есін білмей еденге құлаған күйі ертесіне сол жатқан орнында оянатын. Осылайша 30 жыл өмірі ырду-дырдумен мағынасыз өте шықты. Бұл жылдарының басын бөлігін маскүнемдікпен өткізіп, есірткі мен құмар ойындары, қала берді жезөкшелерге арнады. Жасы 50-ге келген шағында, сансыз сәтсіздіктерінен кейін шағын ғана жекеменшік бір баспаның редакторы аяқ астынан оның шығармашылығына қызығушылық танытады. Редактор әрине оған көп ақша ұсына алмады. Тіпті кітабының бірнеше мыңдық сатылымына да уәде еткен жоқ. Әйтсе де маскүнем бейбаққа іші жылып, өзіне жақын тартып, тәуекелге бел буады. Бұл Буковскийдің осы уақытқа дейінгі істеген алғашқы, бәлкім жалғыз талпынысы болар. Сонымен Буковский редакторға менде екі таңдау бар. Соның бірін таңдауым керек. Біріншісі поштадағы жұмысымды жалғастырып, жандандырып кету, ал екіншісі осында қалып жазушы болу. Ал мұндай жағдайда аштан қататыным анық. Алайда мейлі, аш болсам аш болармын. Мен осы соңғы жолдарды таңдадым деп жазады. Келісімге қол қойылып, Буковский алғашқы романын 3 аптада жазып шығады. Роман жай ғана пошта бөлімшесі деп аталды. Кітаптың кімге арналғандығы туралы жазылатын жерге ешкімге арналмаған деп жазды. Бұл еңбегі Буковскийді жұртқа жазушы әрі ақын ретінде танытты. Сол жазғаннан тоқтай алмай 6 романы мен 100-деген өлеңін жарыққа шығарып, кітабының 2 миллион данасын сатты. Оның танымалдылығы өзі күткен бар үміт сенімнен асып түсті. Буковскийдің әңгімелеріне ұқсайтын хикаялар біздің мәдени баяндаудың тізесі шыққан тақырыбы еді. Буковскийдің өмірі Америка арманын бейнелейді. Адам қалаған нәрсесі үшін күреседі, ешқашан берілмейді, ақыры аңсаған арманына қол жеткізеді. Бұл шығуын күтіп жатқан дайын фильм. Бәріміз Буковскийдікі секілді оқиғаларды көреміз де, көрдің бе? Ол ешқашан еңсесін түсірмеді, талпынысын ешқашан тоқтатпады, әрқашан өзіне сенді, ештеңеге қарамастан бәріне төтеп берді, ақыры өзін көрсете білді дейміз. Бірақ Буковскийдің қабір тасындағы эпитафия былай дейді: тіпті әуреленбе. Көрдің бе, миллиондаған кітабы сатылып, атақ даңққа бөленсе де Буковский бейбақ болып қала берді. Оны өзі де білді.
Ал ол жетістікке жеңімпаз атануға деген ынтасынан емес, өзінің жолы болмаған бейбақ екенін біліп, кейін соны ағынан жарылып жазғаннан кейін кенелді. Ол әлдекімдерге еліктеген жоқ, өзінен басқа ешкім болуға тырыспады. Буковский шығармашылығының кемеңгерлігі адам төзбес қиындықтарды еңсеріп, не болмаса жарқыраған шамшыраққа айналуында емес, онда бәрі керісінше болды. Ол өзіне, әсіресе өзінің ең осал жақтарына кәміл адал адам бола білді. Және өз кемшіліктерінен жалтақтамай, күмәнданбай басқалармен бөлісті. Бұл Буковский табысының шынайы бейнесі, өзінің жолы болмаған бейбақ екенін мойындауы. Буковскийдің табысқа түкіргені бар. Атақ-даңққа бөленгеннен кейін де ол поэзиялық кештерге барып, тыңдармандарын ұрып-соғып, балағаттап кемсіткен. Газет беттерінен қайта-қайта көрініп, тапқан әйелдерінің бәрін төсекке сүйреледі. Атақ пен табыс оны жақсы адамға айналдырған жоқ. Немесе керісінше жақсы жағынан өзгергеннен кейін ғана даңқы шығып табысты болмаған. Өзін өзі кемелдендіру мен табысты болу көбіне қатар жүреді. Алайда бұл екеуі бір ұғым дегенді білдірмейді. Бүгінде біздің мәдениет бақыттырақ бол деген реализмге жуымайтын позитивті үмітке ынта-шынтасымен беріліп кеткен. Денсаулығың мықтырақ болсын, басқалардан озық бол, ақылдырақ, жылдамырақ, асқан дәулетті, өте тартымды, атақтырақ, табысқой бол. Басқалардың қызғанышын көбірек тудыратындай және жарнамаға неғұрлым көбірек шығуға талпынып, мінсіз әрі жұрт таңғаларлықтай бол. Әр таң сайын таңғы ас алдында 12 караттық алтын кесектерін мүсіндеп, селфи жасауға дайын тұрған жұбайың мен 2,5 жасар балаң бетіңнен сүйіп қоштас. Одан соң тікұшағыңмен күні бойы тынбай еңбектенетін ғажап кеңсеңе барып, күндердің бір күні ғаламшарды құтқарып қалатын маңызды шаруаларға кірісуің керек. Бірақ бір сәтке тоқтап, бұл туралы байыппен ойланар болсақ, әдеттегі өмірлік кеңестердің өмір бойы естіп келе жатқан өзіңе көмектесу туралы позитивті, жағымды кеңестің бәрі бізге жетпей тұрған олқылықтарға шырмалып қалған. Ол өзінің мойындап қойған жеке кемшіліктері мен сәтсіздіктеріне шоғырланып, содан кейін оларды сен үшін ерекшелеп берді. Ақшаң жеткіліксіз екенін сезгендіктен ақша табудың тиімді амалдарын үйренесің. Өзіңді әдемі де, көрікті жанның қатарына қоспағандықтан айнаның алдында тұрып алып, мен әдемімін, асқан ажарлымын деген сыңайда аффирмация айтасың. Өзіңді сүюге болмайтын сезген сәттен бастап кездесу мен қарым-қатынас кеңестеріне құлақ түре бастайсың. Өзіңді бұрынғыдай табысты сезінбегендіктен қалайда табысымды еселендіреді деген үмітпен түкке тұрғысыз визуализация жаттығуларын жасайсың. Бір қызығы, мұндай позитивке жақсырақ, жоғарырақ нәрсеге жабысып алу біздің кім екенімізді, өзімізге не жетіспейтінін, қандай болуымыз керектігін, бірақ бола алмай қалғанымызды қайта-қайта еске түсіре беру үшін ғана керек. Әрі-беріден соң шын бақытты адамға айнаның алдында тұрып алып, өзінің бақытты екенін қайталап айту біреудің керегі де жоқ. Бақытты ма? Бақытты. Бітті. Техаста ең кішкентай ит бәрінен қатты үреді деген мәтел бар. Өзіне сенімді еркек, өзіне сенімді екенін дәлелдеп жатпайды. Дәулетті әйел біреуге өзінің бай екенін дәлелдеу керек деп сезбейді. Сен не барсың, не жоқсың. Егер үнемі бір нәрсені армандай берсең, онда өзіңе сен ондай емессің деген ойсыз шынайылықты қайта-қайта таңа бересің. Барлығы да, тіпті телевизиялық жарнамалар, жақсы өмірдің кілті, жақсы жұмыс, сенімді көлік және әдемі қыз немесе балаларға арналған үрмелі бассейндегі гидромассажды ванна екеніне сенгендігіңді қалайды. Мына әлем тамаша өмірге апарар жол үшін неғұрлым көбірек еңбектенгеніңізді қалайды.
көбірек сатып алу, көбірек иелік ету, көбірек табыс табу, көбірек ләззат алу деп жақталмай қақсай береді. Ананы ал, мынаны ал деген хабарлар легі еш толастамай қарша борайды. Әріптестеріңе қарағанда демалысыңды жақсы өткіз. Жаңа теледидар ал, көгалды безендіруге арналған керемет нақыштағы ою өрнекті сатып ал. Селфиге арналған дұрыс таяғың болсын. Неліктен? Меніңше, затты неғұрлым көбірек алсаң, бизнеске де соғұрлым жақсы сияқты. Табысты бизнеске қарсылығым жоқ, бірақ шектен тыс көп нәрсе алу біздің психологиямыздың саулығына зиян. Бұл бізді жеңіл-желпі, жалған нәрселерге тым үйірсек болып, өмірімізді бақыт пен рахат сағымын қуып өткізуге итермелейді. Жақсы өмірдің кілті дүниені мейлінше көбірек алуда емес. Аз алсаң да, есесіне ең қажетті, маңызды нәрсені ғана ала білуде. Тамұқтан шыққан тұзақ. Біздің миымызда мүмкіндік берсең, есіңнен адастырып жіберетін жұмысқа ілмек бар. Мынадай жағдай саған да таныс шығар. Өміріңде біреумен бетпе-бет келіп, қалғаныңа мазаң кете бастайды. Бұл беймаза ой сені жегідей жеп, неліктен сонша мазам кетті деп бас қатырасың. Мазаң кеткеніне енді шын мәнінде мазасыздана бастайсың. Қап, екі есе мазасыздандың ау. Енді уайымыңа мазасызданып, одан әрі мазасыздана түстің. Болшы жылдам, виски қайда? Әлде ызақорсың ба? Тез ашуланатын шырт етпей шығарсың. Бәлкім, осы жағынан қиындық туындап жүрген болар. Өзің ақымақ, мағынасыз деп есептеген нәрселерге ызаң келіп, бірақ неліктен ашуланғаныңды түсіне алмайсың. Ашуға тез бой алдыратының сені бұрынғыдан бетер ызаландырады. Осындай ұсақ түйекке үнемі долданып жүру сені жеңілтек, арсыз адамға айналдырып жібергенін түсінгенде, оны жек көресің. Қатты жек көргенің сонша өзіңе ашулана бастайсың. Ал енді өзіңе қараш. Тез ашушаң болғаның үшін ызаланып, енді соған ашуланасың. Құрып кетсінші бәрі. Біреуді жұдырықтап алсам ғой шіркін. Немесе үнемі дұрыс нәрсені ғана істейтініңді уайымдай бастауың мүмкін. Енді сол уайымыңа мазасызданып, уайым үстіне уайым жамалады. Әйтпесе керісінше әрбір қателігің үшін өзіңді кінәлі сезінесің, өзіңді айыптай жөнелесің. Я болмаса жиі мұңға батып, жалғызсырайсың. Жалғыздығың есіңе түскен сәтте бұрынғыдан бетер жабығып, қайғың тереңдей түседі. Тамұқтан шыққан тұзаққа қош келдің. Қит етсе, сары уайымға салынуға бейім шығарсыз. Тіпті қазірдің өзінде, Құдайым-ай, неге мен үнемі тұзаққа түсіп, содан шыға алмай жүремін, деген жолы болмаған бейбақ едім. Осымен тоқтатуым керек. О, Құдайым-ай, өзімді бейбақ деп атаған сайын, жолы болмаған байғұс сезіне түсем. Демек, өзімді жолы болмаған бейбақ деп атағаныңды доғаруым керек. Қап, тағы айтып отырмын ғой, көрдің бе, жолы болмайтын бейбақпын. Деп түңіліп отырған шығарсыз. Сабыр сақта досым. Бұл адам болу сұлулығының бір бөлігі. Ау баста жер бетінде сенімді ойлай алатын жануарлар аз болған. Бірақ біз адамдар өз ойымыз туралы ойлай алатын нығметке бөленгенбіз. ютубтан Майли Сайрустың видеоларын тамашалап отырып, бірден ютубтан Майли Сайрустың видеоларын көргісі келген не деген ақымақ едім деген ойға берілесің. Пах, біздің санамыз неткен ғажап еді. Тағы бір проблема бар. Бүгінде біздің қоғам тұтыну мәдениеті мен «Әй, бері қара, менің өмірім сенікінен керемет» дейтін әлеуметтік желінің ғажаптарының нәтижесінде мазасыздық, қорқыныш, өзінің күнәлі санау сияқты басқа да сондай негативті сезімдерді сезіну мүлдем дұрыс емес деп есептейтін адамдардың тұтас бір буыны пайда болды. Айтайын дегенім, егер Facebook желісінен көз жүгіртетін болсақ,
ондағылардың бәрі уақыттарын керемет өткізіп жатыр деген ойға қаласың. Қараш, бұл аптада 8 адам шаңырақ көтеріпті. Ал теледидарды қоссаң, онда 16 жасар қыздың туған күніне Феррари алғанын жар салып жатыр. Немесе кішкентай баланың дәретхана қағазы таусылып қалғанда дереу жеткізіп беретін қосымша ойлап тапқан, одан 2 миллиард доллар тапқанын айтып, елдің шулап жатқаны. Ал сен болсаң, құрбысқа сандалып жүрсің. Қолыңнан келер қайран жоқ. Дегенмен сенің өмірің өзің ойлағаннан бетер қайраңдап қалған. Тамұқтан шыққан тозақ көбімізді шектен тыс стресске, шектен тыс күйгелектікке, өзімізді соншалықты жек көруге итермелеп, шекаралық эпидемияға айналады. Адам жас кезінде өзінің жексұрын сезініп кетсе, былай деген: әй, құрып кеткір-ай, бүгін өзімді сиырдың жапасы сияқты сезініп тұрғанымды қараш. Бірақ өмір деген осы ғой. Қой, барып шөп жинап, шөмеле жасап тастайын. Ал қазірше, өзіңді 5 минут жексұрын сезініп кетсең болды, бақыттан басы айналған, өмірі керемет адамдардың 350 фотосурентінің астында көміліп қаласың. Әрине, мұндайда өзің жақсы кім сезінеді? Дәл осы соңғы сәт сені қиындыққа шырмап тастайды. Біз өзімізді біртүрлі нашар сезінеміз. Өйткені өзімізді соншалықты жаман сезінеді екенбіз бе? Өзімізді кінәлі сезінгеніміз үшін өзімізді кінәлаймыз. Өзімізге ашулы болғанымыз үшін ашуланамыз. Мазасызданғанымыз үшін мазасызданамыз. Маған не болды өзі? Міне, осы үшін бәріне қол сілтеп жүре беру маңызды. Әлемді осылай ғана құтқарамыз. Ал әлемнің боққа былығып жатқанын және оның қалыпты жағдай екенін, себебі бұрын да солай болғанын, әрқашан солай беретінін мойындап барып құтқарамыз. Бәріне көзіңді жұма қарасаң, сен тұзақтан шыққан тұзақты тұйықтап тастайсың. Өзіңе өзімді жексұрын сезініп тұрмын. Енді қайтейін, онда кімнің қандай шаруасы бар дейсің. Сол сәтте біреу ғажайып таяқшаны сілтеп қалғандай, өзіңді жаман сезінгенің үшін жек көргеніңді тоқтатасың. Джордж Оруэлл тұмсығының астында жатқан нәрсені көру үшін үнемі күресуің керек деген. Стресс пен мазасыздығымыздың шешімі тұп-тура тұмсығымыздың астында жатыр. Ал біздің оны көруге мұршамыз жоқ. Себебі мен істеп жатқан тренажерлардың жарнамасын көруден, көркіме мүсіннің келісі шашы сары, ақ құба сұлуды неге құшағыма ала алмаймын деп бас қатырудың қолымыз босамайды. Интернетте бірінші әлем проблемалары жайлы әзілдесеміз. Ал шын мәнінде біз тапқан табысымыздың құрбанына айналдық. Бүгінде жұрттың жағдайы жақсарса да, барлығының үйінде плазмалық теледидар бола тұра, және азық-түлікті үйіне дейін жеткізуге тапсырыс бере алатынына қарамастан, соңғы 30 жылда стресспен, беймаза жабығумен, депрессиямен байланысты денсаулық проблемалары күрт артқан. Біз енді материалдық емес, рухани дағдарысты бастан кешудеміз. Түкке тұрғысыз нәрселер мен мүмкіндіктердің көп болғаны сонша, тіпті неменеге қол сүртеу керегін білмей қалдық. Біздің білетін, көретін нәрсеміздің саны көбейіп кеткендіктен өзіміздің талабымызға сай келетінімізді, мінсіз адам болуға лайықты емес екенімізді біліп жатырмыз. Бәрінің керемет еместігін анықтайтын әдістердің де саны шексіз. Осының бәрі бізді іштей жегідей жейді. Себебі соңғы бірнеше жылда Facebook парақшасында 8 миллион рет бөліскен қалай бақытты болу керек деген жазбаның өзі дұрыс емес. Мұның не үшін дұрыс емес екені ешкімнің санасына кіріп те шықпайды. Барынша позитивті болуға ұмтылудың өзі негативті тәжірибе. Бұл парадокс болса да, адамның негативті тәжірибеңді қабылдау да позитивті тәжірибе. Расында миыңды айналдырып жіберетін сандырақ дерсің. Сондықтан санаңды сілкіп алып, мананы қайта оқуға 1 минут уақыт берем. Позитивті тәжірибе алу – бұл негативті тәжірибе.
негативті тәжірибеңді қабылдау позитивті тәжірибе. Бұл философ Алан Уотстың кері заң деп атаған үнемі өзіңе көңілің толып жүруге ұмтылған сайын, соғұрлым өзіңе көңілің толмайтын болады. Өйткені бір нәрсеге ұмтылу саған ең әуелі сол нәрсенің жетіспейтінін білдіреді деген идеясы. Жан таласып байып болғың келген сайын, шын мәнінде қанша ақша тауып жатсаң да, өзіңді кедей, бейшара сезіне бересің. Тартымды әрі қалаулы болуға өршелене ұмтылған сайын, шын келбетіңе қарамастан өзіңді сүйкімсіз көре бастайсың. Бақытты әрі сүйкімді болам деп жанталасқан сайын, айналаңда кімдер болса да жалғыз әрі үркек адамға айналасың. Рухыңды тазартуға тырысқан сайын, соған жетем деп өзімшіл шалағайға айналасың. Бірде үйге келе жатып ішкен дәрімнің әсерінен алға жүрген сайын, үйім менен алыстап жатқандай көрінді. Мен бақыт жайлы философиялық тұжырым жасау үшін ЛСД галлюцинациясын пайдаландым. Не ойласаң, соны ойла. Философ-экзистенциалист Альбер Камю айтпақшы, бақыттың неден тұратынын іздеуді тоқтатпасаң, ешқашан бақытты бола алмайсың. Өмірдің мәнін іздесең, ешқашан өмір сүрмейсің. Жай ғана еш нәрсеге әуреленбе дей салу керек. Қазір маған, Марк, мұның жақсы жаңалық екен, бірақ сонша ақша жинап жүрген Камараны қайтем? Өзімді аштықпен қинап жеткен сұлу мүсінімді ше. Тренажерға қыруар ақшам кетті ғой. Өмір бойы армандаған көл жағасындағы зәулім үйім не болмақ? Егер мен бұларды ойласам, әрекет етпесем, онда қолым түкке жетпейді ғой. Олай болғанын қаламаймын, солай емес пе, дейтінің анық. Сұрағаның жақсы болды. Кейде онша елемей жүрген нәрсенің орайы тез келетінін байқаған боларсың. Осы табысты болмаймын-ау деп жүрген адамның дәл сол нәрседен табысқа кенеліп жатқанына көңіл бөлген шығарсың. Жалпы кейде түңіліп, құрысын деп қол сілтеген сәтте бәрінің орын-орнына келе қалғанын аңғардың ба? Сонда қалай болған? Кере заңның қызығы, ондағы кере деген сөз бекер айтылмаған. Құрысын деп қол сілтеу кері бағытта жұмыс дейді. Егер позитивке ұмтылу негатив болса, онда негативке ұмтылу позитив тудырады. Жаттығу залындағы бірнеше сағат азапқа түскен денсаулығыңды жақсартып, күш-қуатыңды толтырады. Ал бизнестегі сәтсіздік табысқа жету үшін ненің керек екенін жақсырақ түсіндіреді. Парадокс шығар, бірақ сенімсіздігіңді ашық қабылдау сені айналаңдағыларды үйіріп әкететін сенімді адамға айналдырады. Ашық тайталас нәтижесі қарым-қатынастағы ең үлкен сенім мен құрметке ықпал етеді. Қорқынышың мен мазасыздығыңның сергелдеңге түсу саған батыл әрі табанды болуға мүмкіндік береді. Осылай жалғастыра беререм, бірақ не айтқым келгенің өзіңде түсінген боларсың. Өмірдегі құнды нәрсенің бәріне соған байланысты негативті сезімді еңсерумен жетеміз. Негативтен қашу, оған жоламау немесе үнін өшірудің кез келген талпынысы кері әсер береді. Азаптан қашу азаптың бір түрі. Күресуден қашу да күрес. Сәтсіздікті жоққа шығару сәтсіздік. Ұят нәрсені жасырудың өзі ұяттың бір түрі. Азап, ауру бұл өмір тінінің үзілмес жібі. Оны суырып алу мүмкін емес. Суыру бұлай тұрсын, ондай жағдайда сұмдық апат болады. Суырсаң бітті. Сол бір тал жібін ғана емес, қалғаны да сөгіліп кетеді. Азаптан қашуға тырысу, азап үстінде азап қосу. Керісінше, егер азапқа көңіл бөлмей жүре берсең, сені тоқтату мүмкін болмай қалады. Өмірімде мен де біраз нәрсенің соңынан жүгірдім. Мән бермей, қолымды сілтеген кездер де көп болды. Әлгі өзім жете алмаған жол секілді қолымды сілтеген жайттар да маңызды болды. Мүмкін сен де өз өміріңді бәріне қолыңды бір сілтеп, кейін таңғаларлық іс тындырған адамдарды кездестірген боларсың.
өзің де бір кездері кейбір нәрсені құрып кетсінші деп тастап кетіп, кейін сол істің биік белесінен көрінген шығарсың. Ал өзіме келсем, интернет бизнесті бастау үшін 6 аптадан кейін қаржы саласындағы күнделікті жұмысымды тастап кеттім де, бәріне қол сілтеудің даңқ залындағы құрметті орынға жайғастым. Дүние мүлкімнің біразын сатып, оңтүстік Америкаға аттанып кеткенде де солай болған. Тақырға отырдым ба? Жоқ, жай ғана бардым да істедім. Мұндай желікпе сәттер сенің өміріңді көбірек айқындайды. Мансап жолындағы кілт бұрылыс, колледжді тастап, рок тобына қосылу, мойныңа әбден мініп алған жатып ішер жігітіңді тастап кетуге шешім қабылдау, тағы сол сияқты. Қолыңды бір сілтеу, өмірдің ең қорқынышты, ең қиын сынағын елемеу, оған сынбау шын мәнінде де әрекет етеді. Бір қарағанда қиындыққа қолыңды сілтей салу оңай көрінгенмен, оның жасырған бір сөмке бурритосы бар. Мен тіпті бұл сөмкенің нені білдіретінін де білмеймін, бірақ мейлі, маған бәрібір. Бір сөмке буррито деген құлаққа жағымды естіледі, сондықтан соны алып жүре берейік. Көпшілігіміз өз өмірімізде осылай қолды бір сілтеп кете беруге болатын жағдайларда ашуға бой алдырамыз. Артық ақшаны 5 тиындықтармен қайтарған жанармай бекетінің дөрекер жұмысшысына бұрқан-талқан боламыз. Теледидарда өзімізге ұнаған шоуды көрсетпей қойса да шырт ете қаламыз. Тіпті түкке тұрғысыз нәрсеге, әріптесіміз керемет өткен демалысымыз жайлы сұрамай қалса, оған да жатып кеп ашуланамыз. Міне, көрдің бе мұның қалай жұмыс істейтінін? Сөйтіп жүріп, бір күні өлесің де қаласың. Бұл айдан анық нәрсе ғой. Тек ұмытып бара жатсаң есіңе салып қойайын дегенім. Ерте ме, кеш пе, сен де, басқалары да о дүниеге аттанады. Көр мен жердің арасындағы қысқа ғана уақытта сен аз ғана нәрсеге қол сілтеп кете бересің. Шын мәнінде тым аз нәрсеге. Ал егер көрінген нәрсеге долданып, бұрқан-талқан болып жүрсең, түбі жынданып тынасың. Бәріне қол сілтеудің шебер өнері бар. Бұл тұжырымдама орынсыз көрінсе де, мен есер адамша сөйлесем де, мұнда айтып жатқан нәрселер негізінен ойыңды қалай тиімді жинақтауға және басты мәселеге басымдылық беруге болатынын үйретеді. Яғни жеке құндылықтарға сүйеніп, өзің үшін маңызды және маңызды жоқ нәрсені тауып, таңдау. Бұл өте қиын. Бұған жету үшін тұтас ғұмырлық тәжірибе мен тәртіп керек. Соның өзінде сәтсіздік қайта-қайта алдыңнан шығады. Десек те, бұл адам өміріндегі ең лайықты күрес шығар. Тіпті адам өміріндегі жалғыз күресте осы болуы мүмкін.